Дулат Исабеков, ең бақытты түн. Япыр-ай, көріспегенімізге 12 жыл болып қалған ба деп жазыпты. 1963 жылдың июлінде Жүсіптің сыр бойында тұратын нағашы ағасы Нұртөлеу. Осы кезге шейін сен өзгеріп кеткен шығарсың. Бәлкім бір-бірімізді таныспаспыз да. Мен саған ұрысқалы отырған жоқпын. Нағашысы туған жиеніне қалай өкпе-наз айтатын болса, мен де солай демекпін. Бұрыма осынша жылдан бері бір хат жазсаң нетті. Бізді ойша ұмытсаң ұмыта бер. Ал бірақ тумаса да туғандай етіп, сіңлімнің қалта түбі етіп деп туған анаңа да билетпей, күпсіне орап әлдилі өсірген анау қарта жеңді қалай естен шығара аласың? Ағайын ардақты болса, алғашқы хабар өзінен неге болмайды деп те бұртиып жүрген шығарсың. Оған да тұрдық. Сенің адресіңді кеше ғана үйіңнен барып алдым. Одан бұрынырақ баруға қолға жылау болған қу шаруа аяққа да оралғы болып, мен бері тартсам ол кері тартып дегендей тұсап тастады. Оның үстіне барып келе қоятын ел арасы жақын емес, жер шалғай. Мейлі ғой, не болса да бәрі де өтті. Енді келіп алшақ жатып ағайынды екеуміздің айғайласқанымыз жараспас. Осы хатты алған соң тез кел. Білемісің, баяғыда ауылда оқып жүрген кезінде төбесінде тұлымшағы желбіреп шаңға аунап жүретін Айза бар еді ғой. Ол қазір бой жетіп кеткен. Өзі тым ұялшақ. Биыл келмесең апайым екеуі саған әбден өкпелейді. Өйткені өзің 4-ші класты бітіріп кеткеннен кейін бізге қайтып келмей қойдың ғой. Кел, сөзсіз кел, біз бәріміз күтеміз. Нағашы ағаң Нұртөлеу. 1963 жыл 19 июль. Осы хатты алған соң дәл 7 күн дегенде тоғай ішіндегі жыландай ерелеңденген жіңішке жолмен ұзынды қысқалы 2 адам келе жатты. Бірі тапалтақ келген төртбақ, иегіне ұстара демегеннен қанша уақыт өткен белгісіз, жас өңіне кәрілік үйіріп, қаулай өскен сақалын үдере қуған мұрты бар. Жас шамасы 40-та алқымдап, ақыл тоқтатқан кісі мен екіншісі сақал мұрты сәуір айындағы жаңбырдан соң бой көрсеткен ажырықтай енді тап берген өткір жанары мен көрікті жүзіне сабырлықтың нышаны байқалса да, албырттығы астасқан жас студент еді. Бұлардың бірі нағашысы, екіншісі әрине жиені. Олар көп жылдан бері көріспеген сағынышпен, ең негізгісі жуық арада басыла қоймайтын сағынышпен әндете көтеріліп, бетке тынымсыз соқтығысқан масаларды да елемей, болмашы нәрсенің өзінде үлкен мәселе етіп қызу сөйлесіп келе жатты. Бауырластар осылайша амалсыздықтан туған төзімділікпен масаға жарым сағаттай таланған соң, тоғай шетіндегі ағаш арасынан өздеріне сығалай қарап тұрған ақ түндікті үйге де жетті. Бұл үйдің тоғай шетіне жақын орналасқаны соншалықты, бұрын тоғай екеуі бір жаралып, бір орынға таласып, ақырында байғұс үйді сансыз бұтақтар шамасының келгенше жетке ысырып салғанда, ызаланған үй кеудесінің кеңдігіне жас ары өте алмай, орман шетіне барып итеріскен бойы қалып қойған тәрізді. Ал дәл осы үйден басталып созылған көк майсалы, жазық тала тартқан сымдай керілген көз ұшында көкжиекке барып, бірақ тіреліп тұр. Жүсіп өзінің осыншама табиғаты тамаша жерге тап келгеніне, әрі біраз күн болатынына алғаш көргенде ақ қуанса да, әйтеуір бір кезде осылардың бәрімен қош айтысатынын есіне түсіп, сол минутта ішінде мұңайды да. Арада 5 минут өткенде жиен мен нағашылар шырқырай табысып, әркім өз сағыныштың салмағына қарай біреулер көзіне жас алды, біреулерінің қолындағы кесесі ұшып кетіп тас талқаны шықты. Енді бірі табақтың ернеуінен басып қалып ішіндегі суын ақтарды. Әрине, бұл қимылдың бәрінде ешкім байқаған жоқ. Тіпті ұялмастан екі қолын қайда сыйғызарын білмей, бар адамнан оқшауырақ тұрған Айза да сезбеді. Ағасын алғаш көргенде ең бірінші рет не деп айтарын, онымен қалай амандасарын, тіпті осы қимылдардың қандай жолмен жасалу керектігінің ең кішкене жақтарына шейін ол күні бұрын тәуір-ақ дайындалған еді. Бірақ оның құрған жоспары орындалар шаққа жеткенде өзіне де сезілмей сыпайы түрде ойсырап қала берді де, анау шапырласып жатқан жандармен араласып кеткендей болды. Осы кезде барып ол ағасының «Айза, саған не болған? Ағаңмен неге амандаспайсың?» деген даусын естіді.
Нұртөлеудің бұл үнінен оның қылығына айтарлықтай ризалықтың лебі есіп тұрмаса да, қарындасын соншалықты еркелегендіктің сонымен бірге кінәні екі жаққа да тең бөліп тастағандықтың белгісін аңғаруға болатын еді. Мұным әдепсіз болса кешір ағажан. Сыртқары тұрсам да ішімде салмақты сағынышым бар шығар. Ары кеткенде сонымды соңына сақтаған болармын, деді Айза Нұртөлеуге күлімсірей қарап. Сонан соң жылдан басып келіп, 12 жылдан бері көріспеген ағасымен қол алысып, амандасты да, амалым бар ма, сағынышымның жеткен жері осы болды дегенде Жүсіптің жүзіне ұяла бір қарап, ер балалардай Нұртөлеудің жанына жүгіне барып отыра кетті. Енді біз құштарлықпен қауышқысқан бауырластарды сол күйінде қалдырайық да әңгімемізге 3 күннен соң оралайық. Жұрттық бәрінен бұрын ойыңа шығармын деп орнынан сақтықпен көтерілген Жүсіп киіне бергенде өзімен бірге қарт әжесінен басқа ешкімнің қалмағанын көрді. Япыр-ай, бұлардың ұйқысы қайда? Құс боп кеткеннен сау ма? Деді ол таңданып. Шашау дегенді тегі ұмытқан шығар өздері. Даланы түгел жарық жайлағанмен қанша тырысса да күн әлі көкжиектен иек арта қоймапты. Шығыс жақ ұйқысынан енді оянып, сұлулықтың алдына жан салмайтын кербез актрисадай алтын нұрға бөленген таяқтай кірпіктерін енді көтеріп келеді. Жүсіп иығына пижамын жамыла салды да, тап-таза салқын ауаны мейірлене жұтып тоғай арасына беттеді. Әлі де қара күңгірттеу ағаш арасында жан сезіміңді керемет тері хатқа бөлейтін мүлгіген тыныштық. Қайдан екенін белгісіз анда-санда қырғауылдардың әсем тыныштыққа сан бере қорқыр еткен үндері естіледі. Жүсіп тізе бойы ұйса өскен қалың шөптерді құмырлана кешіп, бір шама уақыт жүрген соң, «Вай, табиғаттың бар сұлулығы, кел құйылшы менің кеудеме» дегендей бір тұраңғылықтың түбіне көкірегін ашқан бойы келіп құлай кетті. Ол осылайша ағаш жапырақтарының арасында көрінген көгілдір аспаннан көзін алмай ұзақ жатты. Мүмкін оның жан дүниесіне құйқылжаған сезімдердің құйылуы, болашақ композитордың жүрек түкпірінде сазды бір ән болып, дүниеге қайта туу үшін әрекет жасап, мың тыпыршып, жүз аунап жатқан шығар. Жас жігіт өзінің қанша уақыт жатқанын, тіпті кері қайтудың керектігін де мүлде ұмытып кеткен сияқты. Бір кезде ол бас жағынан саптырлаған адам аяғының дыбысын естіде, сыптыр шыққан жаққа көз тастады. Бұл келе жатқан жасыл жібек көйлегі көк шалғынға оралып, бір өрім шашын алдына еркелете лақтыра салған, қолына зүлкі мен сабын ұстаған Айза екен. Ол ағасына орманға, тіпті осынау дүниенің бәріне еркелегендей күле сөйлеп келе жатыр. Өмірде бойжету бар да бойжете білу тағы бар ғой. Оның біріншісі, сен талпын-талпынба ақылды бол, кеше бол, бәрі-бір бойжетесің, өсесің. Өзіңнің бойжеткеніңді түсініп, салиқалы болуға тырысасың да, өмірде көрген білгені көбірек кексе әйелдердің айтқанын ойып тыңдап, осы қалай болар екен дегенде әр жігіттің тамырын бір басып шартаңдайсың. Ал екіншісі бейкүнә бойжету. Ол тіпті өзінің өскенін де байқамайды, сәбидей аңқау, сәбидей таза. Бірақ олардың сол кіршіксіз таза жүрегінде ешқандай күшті теп бере алмайтын махаббат сезімдері өзіне де сезілмей өсіп келе жатады. Ондай қыздар атай көрмеңіз, ешқашанда жартаңдайын деп ойламайды, бірақ ғашық болып қалғанын да сезбейді. Бұл бірінші махаббат сәтті болсын, сәтсіз болсын, оның есінде мәңгі сақталады. Ондай тәтті сезімдерді ол өмірінің соңғы минутына шейін кездестіре алмайды. Ол құлай сүйеді, арманына жетпесе апатқа ұшырайды. Сондықтан олардың махаббаты тек еркелетуді ғана сүйеді. Айза бойжетудің дәл осы екінші сатысында еді. «Ағатайым-ау, сіз адасып кеткеннен саусыз ба?» деді Айза оған жақындап. «Сенің мені ес білмейтін сәбилер тізіміне қосқың келеді-ау, қарындасым. Қалай адасқанмын?» «Оп-оңай. Айтыңызшы, адасып кету қаупі сіздің ойыңызда болды ғой?» деді Айза сықылықтай күліп. «Жоқ, ешқашанда. Олай болса, сіз газеттің қиындысын мына әр жерге неге тастап отырдыңыз?» Айза қолына бір уыс қиып жинаған қағаз жыртындыларын көрсетті.
Жүсіп ұялғанынан қызарып кетті де, онысын қарындасына сездіріп алмауға тырысып төмен қарады. Шынында ол солай болған еді. Сіз расында да сәбише оңаяды екенсіз. Менің айтпағым бұл емес еді. Сіз неліктен тоғай ішінде көп жүруді ұнатасыз? Кешеде дәл осылай еттіңіз. Сіз осы ақын емессіз бе? Жоқ, деді Жүсіп оған қосымша ретінде басын шайқап. Бірақ енді біраз жүрсең табасың. Айза біраз үнсіз тұрды да Жүсіпке кенет жалт қарап, тоқтай тұрыңызшы, деді, көздеріне қуаныш оты жарқылдап. Сіз сонда не суретші, не композиторсыз ғой. Соңғысы шындыққа жақынырақ шығар. Ағатай, сонда сіз ән де, күй де бәрін жазасыз, солай ма? Айзаның жас баланың қимылына Жүсіп амалсыздан езу тартты да, солай болғаны ғой дей салды. Онсыз Айзаның аласұраған үмітін абайсызда үзіп кетіп, қуанышын су сепкендей басқан болар еді. Енді сіз менің туған жерім туралы ән жазасыз ба? Солай етіңізші, Ағатай, Құдай үшін. Ой, сонда мен қандай қуанған болар едім десеңізші. Әсте мен сияқты қуанған адам сол кезде жер үстінде болмас. Осы тілегім орындала ма, айтыңызшы. Орындалады, қарындасым, оған шейін көп уақытта қалған жоқ. Шынымен бе? Жоқ, сіз мені келемеш қылып отырсыз. Өйтпеңізші, Ағатай, өтінемін, деді ол жас балаша лезде мұңая қалып. Ұйқысынан жаңа оянған сәбиде оның сұлу жүзіне тіпті мұңаюдың өзі де көріп беретін Жүсіп аңғарып қалды. Нағыз шыным, деді ол қарындасынан көз тайдырып. Айзаның көзі бұрынғысынан да жайнай түсіп, осыныңыз рас па дегендей оған қадала қарап, нағыз бақытқа кенелген адамша әлі сол қуаныштың толқуымен Жүсіпті құшақтай алуға азақ қалып тұрды. Жүсіп Айзаның өң бойындағы өзгерістердің бәрінде сезіп тұр еді. Енді бұдан былайғы минуттарда қарындасының шексіз мақтай жөнелетін, сол мақтаудан туатын тұңғиық қолайсыздықтан өзін тысқары алып шығу үшін ол әңгіме тізгінін кілт бұрып жібергісі келді де, сендер қандай тамаша жерде тұрасыңдар, неткен табиғат еді, деді жан-жағына қарап. Ағатай, деді бұған жауап орнына Айза жұмсақ жібек үнмен. Айта бер, қарындасым. Сіздің балаңыз сонша неге тар? Жүсіптің денесі шымыр ете қалды. Қойнынан жылан шыққандай атып тұрды да, мынандай тосын сұрақтың жауабынан тосылып, не дерін білмегендіктен қысылып қалғанын сездірмеуге тырысып, әрі жолдың бір дұрыс жолы ашулану деп тапты. Бірақ бетіне адам келмей ерке өскен қыздың ойына не келген, соны айта салатын, сонымен бірге ол бұл сөзді ағасын бәлендей тұйық қатырайын деген ниетпен сыртқа шығармағанын, ең соңғысы өзінің қонақ екенін ескеріп, Жүсіп ашуланайын деген ойынан тағы да тайқып шықты. Ол Айзаға жақындады да, сабын мен сүлгін маған бер де өзіңнің үйге қайт, мен қазір барамын, деді. Жүсіп сұрамаған күнде де Айза сол үшін арнайы алып шыққан заттарды әлі деп босқа көңіл жұқпас үшін күлімсіреп тұрған ағасының қолына ұстатты да, шалғын үстіне түскен жіңішке соқпақпен үйіне қарай жүгіре жөнелді. Әні ол көңіліне еш нәрсе алған да жоқ. Жаттана жүгіріп бара жатыр, деді Жүсіп соңынан қарап тұрып. Қыз атаулыға жарасқан тек қана осындай тамаша еркелік емес пе? Келесі минуттарда Айзаның сұлу тұлғасы ағаш арасына жасырынып жоқ болды да, Жүсіп өзен жаққа беттеді. Арада тағы бірнеше күн өтті. Табиғаты тымылжыған қойлы ауылдың қызық болып көрінген кейбір ерекшеліктері күн өткен сайын Жүсіптің өзіне де аз еліктіре бастады. Жоғарыда айтып өткеніміздей бауырластардың бір-біріне деген тез арада басыла қоймайтын сағыныштары да енді сабасына түсіп, Жүсіпжан, сен кітабыңды оқып отыра бер, немесе мал баққаның жайы осылай амалғанша деп тіршілік емес пе, олар да алды-артына кете бастады. Үйде көбінесе Жүсіптің қарт әжесі мен Айза ғана қалып жүрді. Уақыт өткен сайын Айза мен Жүсіп соншалықты тату бола түсті де, нағыз қарындас пен ағаның қарым-қатынасына жақындап келе берді. Бірақ Жүсіп екеуінің арасында мұндай қатынастың жымдасып кетуіне күннен күнге есейіп келе жатқан бір кедергінің пайда бола бастағанын сезді.
Ол кедергі екеуінің ешқашанда қолдары жетпейтін жаңа оянған сезім еді. Жүсіп мұндай сезімнің берікте нәзік торының өзінің тұңғыш оралғанын сезумен бірге дәл осы сезім Айзаның да жүрегіне бас көтере бастағанын байқады. Әйтсе де олар бұл өзгерісті бір-біріне қайткен күнде де өз сездіріп алмауға шамаларын жеткенше тырысып бақты. Екеуіне дәл осы бір сезім орнағалы бері олар орман ішіне оңаша баруға әлденедей аймыққандай боп қалды. Немесе ағасы мен қарындасының оңаша сөйлесуіне кім күдік келтірер еді. Жүсіп өзінің осыдан 10 шақты күн бұрынғы еркіндігін енді соншалықты аңсады. Өйткені ол сол кездерде сүйікті қарындасымен қысылып қымтырылмай емін-еркін әңгімелесіп еді ғой. Енді сол батырлықтар қайда кеткен? Иә, ол қарындасымен тоғай ішінде оңаша қалуды шынымен де ақ тілеп еді. Оңаша болғанда оған әлгі бір бұлқынған сезімнің тығынын ағытып қайт дейсің. Амалым бар ма? Осылай болды деп арманын ақтарып салу үшін емес, тек Айзаның қасында ұзақты күнге тіл қатпай отыра беру үшін. Ол Айзаның өзімен бірге екенін білсе болды, оның ес таңдырардай сұлу жүзіне қарамай-ақ қанағат қылып отырар берер еді. Ал Айза да дәл осындай ойдан құр емес болатын. Күн еңкейіп, аманшылық болса енді жеткен шығармын дегенде ұясына ентелеп бара жатқан кез еді. Малдардың да өрістен алуға құлайтын уақыт таянды. Маналы бері Жүсіптен жаңа бір әнді үйреніп отырған Айза орнынан тез көтерілді де, әже, мен ағама қауын әкеп берейінші, ол шөлдеді ғой, деп түгіл үйдің киіз есігін желп еткізді де сыртқа жүгіре жөнелді. Ойбай-ай, мынау не дейді, екі кештің арасында қайда бармақшы деген әжесінің сөзін де ол естіген де жоқ. Айғаным ұшымен отты көсей-көсей қара құйрық болған ұшын оққа қыстырып, асықпай саусағынан жүйкесін алып далаға шыққанда Айзаның ізі суып үлгерген. Ол ішке кірді де жерге қайта домалап түскен шүйкесімен екі құлағын едірейтіп ынта-шынтасымен беріле ойнап жатқан кішкене мысықты алақанымен қағып жіберді де Жүсіпке қарап: Жүсіп жан-ау, қарындасың міне осы. Ұялу, қысылу дегенді білмейді. Кісінің көңіліне де қарамайды. Қанша шуланып орсайын десең де, сайтаны бар ма, әр нәрсені бір айтып лезде күлдіртіп жібереді. Жүсіп біраз тыңдап отырды да әжесінің сөзін бөліп: Әже, сіздер оған ешқашан ұрыспаңыздаршы, ол ерке, сонымен бірге елкелей біледі. Оған күлкі ғана жарасатын сияқты. Ол тек анасы сізге, ағасы маған, не нөтелуге ғана емес бүкіл дүниеге еркелеп жүреді. Сөйтсе де оның ақылы бар, деді қыза сөйлесе де сабырлы кейпін сақтауға тырысып. Бірақ өзі әжеме осы сөздерімен бірдеңенің ұшын сездіріп алған жоқ па екенмін дегендей қауіптеніп отырды да, жоқ, олар біздің арамызда ондай нәрсе туады деп ешқашанда ойламас деген сенімге сүйеніп, суд залында қорғамақ болған айыпкерін абыроймен ақтап шыққан адвокаттай жайбарақат отыра берді. Олар көп күтті, бірақ Айза келмеді. Батыс шақ өрт шалғандай қызыл алауға бөленді. Бізге де еркіндік тиер заман болады екен ғой дегендей бұта-бұтаның түбінде бұғып жатқан масалар ыңқылдаған жылауық әнге басып аспанға бірі қалмай көтерілісті. Жүсіпжан, ерінбесең ана қыздың соңынан барып келші, қараңғы түсіп бір бәлеге ұрынып жүрер деген қарт әжесінің сөзін кейін осының күтіп отырған ол қауындық жаққа бет алып тоғай арасындағы жалғыз аяқ сыздық жолмен жүгіре жөнелді.